Қалайсыздар достар, бүгін мен сіздерге алдыңғы аптаға жалпы обзор түсіргім келіп тұр және өзімнің ашқан сделкаларыма разбор жасағым келіп тұр. Енді давайте бірінші статистикаға бір қарап өтейік. Алдыңғы аптада бізде 3 нәтиже болды. Негізі алдыңғы аптада мен 5 сделка ашқан болатын. Сол 5 сделкамның екеуі без убытокпен жабылған болатын. Біріншісі 19 май күні, екіншісі 21 май күні ашылған сделкалар. Енді статистика қарайтын болсақ, бізде 3 сделкадан 3%, яғни 2 тейк, 1 стоп-лосспен итог 3%, вин-рейт 66%. Енді осы сделкаларға жеке-жеке шолу жасап өткім келіп тұр. Менің ойымша бұл сіздерге бұл видео пайдалырақ болады деп ойлаймын бұрынғы видеоларға қарағанда, себебі бұл видеода мен өзімнің стоп-лоссым неге стоп-лосс болғанын түсіндіріп көрсететін боламын. Ал давайте кеттік. Менде стоп-лосс алтынмен болатын. Алтынмен мені қарасаңыздар стоп-лоссқа тиіп, дальше тейкқа барған. Енді осы жерде ошибка неде болды? Ең бірінші мәселе жалпы бұл жерде мынандай мәселе. Бізде алтында негізі шартовый контекст. Неге десеңіздер, бізде получается шартовый контекст, неге десеңіздер, бізде ценовой диапазон, апталық ценовой диапазонды біз балансировать етіп, имбаланстан дальше түсіп кетіп бара жатыр. Менің негізгі әлі күнге дейін ожиданием ол осы бағадан дальше, бұл бағадан уже примерно былай тұрау деймін. И осы жаққа келу керек. Менің ожиданием бойынша примерно осылай болу керек. Прям мына жерде мынандай движение болмаса, жалпы алтын әлі түседі деген ойдамын. Енді қараңыздар, бізде апталық не бойынша, контекст бойынша шартовый, күндік контекст бойынша бізде күндік нені шешкен, жаңағы фракталды шешкен. Фракталды шешкендіктен мен ары лонгқа кішігірім коррекция болып, сосын кейін бары уже түседі деген ойда едім. Қазіргі баға примерно қазір осы жақтарда жүр. Негізі шынымен солай болды. Яғни лонгқа кіру бұл жерде біріншіден қате емес, болады кіруге, но байқап кіру керек еді. Енді 4 сағаттық контекст бойынша 4 сағаттық бізде ликвидный шешілген, локальный фрактал шешілген және ценовой диапазон бар. Сол ценовой диапазонды сбалансировать етуге баға келе жатқан болатын. Сол осы оймен, осы контекстпен мен лонг іздестірген болатымын. Енді мына жерде мысалы 4 сағаттық фрактал шешкендіктен 1 сағаттық SNR зона пайда болған. Яғни SNR зона деп мен көбінесе пробитие SNR зонаны пробивать етсе, мен уже бұл жерден лонгқа қарастыратын едім. Тура осылай осы движениені күткен болатымын. И мен бұл движениені 15 минутпен іздеген болатымын. Енді қараңыздар, менде қандай ошибка? Менде байқасаңыздар, мен примерно мына жерден кіргем. Байқасаңыздар, осы жерден кіргем. Яғни мынаны мен 15 минуттық SNR деп алғам. Сол кезде осыны пробивать етті. Демек болды, лонгқа кіруге болады деген оймен лонг ашқан болатынмын. Негізі бұл жердегі проблема неде? Бұл жердегі проблема мен бұл свеча получается бірінші көтерілген, яғни бірінші көтерілген, түскен бойда, сосын кейін барып мен уже подтверждение іздеуім керек еді. Яғни осы свечадан кейін барып мен уже подтверждение іздеуім керек еді. Ал мен не істегем? Мен получается бұл жерде именно көтерілген түспей жатып, мына жерде примерно 1 сағаттық свеча жабылған болу керек. И менің ойымда, типа, мына баға уже баға түсіп, SNR зонасына реакция алып жатыр деген ой болып қалды. Сол менде қате ой болды. Негізі бұл жерде 1 сағаттық свеча енді примерно осы жерде жабылған болатын. Ал мен не істеуім керек еді? Мен күтуім керек еді. Қалай кіруге болатын еді? Мысалы, мына фрактал шешкеннен кейін егер подтверждение берсе, кіруге болатын еді. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде подтверждение жоқ. Ал мына жақта уже подтверждение бар. Мысалы, мына жақтағы ешқандай фрактал жоқ қой. Локальный фрактал шешкен. Локальный фрактал шешкеннен кейін импульсивно осы жерден баға шыққан, былай шыққанда. И осы шыққан бойда уже бізде подтверждение бар. И осы шыққан бойда біз кірсек болатын еді.
мына имбаланстан былай кірсек болатын еді. Стоп лоссты примерно мына жерге қойып, take profitті примерно осылай қойсақ болатын еді. То есть осылай кіргенінде менде қате болмайтын еді. То есть мен бір ғана фокусым дұрыс болмай қалып, мына жерде свечаны дұрыс көрмей қалғанның арқасында осындай бір кішігірім іш ашитын стоп лосс болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде мені іліп, сосын кейін барып кетіп қалды баға. Бағыт дұрыс нақтыланғанмен сәл кішкентай бір қатенің өзі сделканы осындай итогқа алып келіп отыр. Бұны не үшін айтып жатырмын? Жалпы сіздерге бір пайдасы тисін, сіздер осындай қате жасап отырмаңыздар деген оймен айтып отырмын. Енді келесі сделка менде Герсоргта менде осы аптада 2 сделка болды. Біріншісі менде 20 май күні болған болатын. Мен неделькамен бастаймын анализді. Неделькамен қарайтын болсақ, бізде PVL-ді шешкеннен кейін дневкаға ауысатын болсақ, бізде дневной фракталды шешкен. Дневной фрактал шешкеннен кейін импульсивна реакция беріп тұр. SNR зона пайда болып тұр. Мына жерде байқасаңыздар. Яғни контекст лонговый, кішігірім локальный лонговый көруге болатын еді. Одан бөлек бізде мына жерде PDL-ді шешкен болатын. PDL дегеніміз бұл жалпы маңызды уровеньдардың бірі саналады. Осымен PDL шешкеннен кейін мен ары қарай 1 сағатқа өттім. 1 сағаттықта менде міне көріп тұрғандарыңыздай PDL-ді, мына PDL болатын, сол PDL-ді шешті. 1 сағаттықта көріп тұрғандарыңыздай имбаланс пайда болып тұр. Мен осы имбаланстан мен примерно осылай кірген болатынмын. Стопты осылай қойдым. Тейкті мен осы жерге қойдым. Бірақ айта кететін мәселе, бұл жерде 4 сағаттық имбаланс болды. Осы 4 сағаттық имбалансқа менде ой болатын, типа егер осы имбалансқа келсе баға, мен уже без убыток қоя берем деген ой болды. Неге десеңіздер, 4 сағаттық имбаланс негізі өте қатты рөл ойнайды. Осы свеча осы жерге келген бойда мен бірден без убытокқа бағаны қойып қойған болатынмын осылай. Ары қарай тек қана тейкті күткен болатынмын. Так, мен де шатаспасам сәл төменден кірген осылай примерно. То есть айтқым келген нәрсе не? Айтқым келген нәрсе бұл жердегі мәселе проблемный зоналарды заранее қарастырып, заранее байқап отыру керек болады. Бұл сделкада именно айтқым келіп тұрған нәрсе. Енді келесі сделка ол менде осы жақында 22 май получается. Қазір дневкаға өткізіп жіберейін. Так. Менде бұл жерде қандай контекст болды? Бұл жерде байқасаңыздар, недельный фракталды шешкен бойда сол уровеньға баға қайттан келді. Сол уровеньға келген бойда PDH-ны шешті. PDH мына жерде дұрыс көрінбей тұр, негізі шешкен болады міне. Бұл бізде негізі 4 сағаттық фрактал болатын. Сол 4 сағаттық фрактал шешкендіктен ары қарай уже вход 1 сағаттықпен қаралған болатын. Яғни мен осы фракталды шешкеннен кейін мына зонаны пробитиясын свечаның закреппен жабылуын күтіп отырдым. Дәл осылай жабылғаннан кейін мен лимитке қойдым. Лимитке қойғаннан кейін ары қарай уже сделка отработкасын берген болатын. Яғни бұл жердегі қарапайым логика жаңағыдай то же самое 4 сағаттық имбалансы заранее ескеріп отыра, бұл жерде жаңағыдай пробитиядан кейін, 1 сағаттық пробитиядан кейін уже сделкаға кірген болатынмын. Ары қарай уже лонгқа да қарауға болатын еді, бірақ енді менде жоспар орындалып тұрғандықтан ары қарай уже мен сделка қарамаған болатынмын. Жалпы осы мен бұл сделкаларды негізі өзімнің телеграм каналымда күнделікті бөлісіп отырамын. Кірер алдында, мысалы мінекей алтынға кірер алдында бөліскен сделкаларым бар. Мінекей так, міне алтынға заранее бөліскен анализдерім, Герсоргқа кірген анализім, то есть сделкам, мінекей Герсоргтан take profitқа бара жатқан момент. То есть осы каналға тіркеліп алуға кеңес беремін. Міне Азеке трейдинг деп іздесеңіздер шығады. Бұл каналда мен өзімнің статистикамды, біліммен бөлісіп отырамын деген ой бар. Ары қарай бұйырса алдағы уақытта
менде осы статистикаларымды қалай жасап жатырмын, қалай жұмыс жасап жатырмын, маған бұл қандай результаттар алып келіп жатыр, соның барлығын осы каналда бөлісіп отырмын. Жалпы кеңесім осы YouTube каналға тіркеліп алыңыз, осы Telegram каналға тіркеліп алыңыз. Мен алдағы уақытта осы трейдинг бойынша нөлден түсірілген курс жасағым келіп отыр. Ол курс тегін беремін. Ала қалса YouTubeқа ашық форматта салам деген ниеттемін. Алдағы уақытта бақылап отырыңыздар. Енді бұл не үшін жасалып жатыр десеңіздер, бұл тек қана чисто для души деп айтады. Для души деп айтсам болады, орысша айтқанда. Сіздерге бір нәрсе сату ойда жоқ, бір нәрсе пихать ету деген ойында жоқ. Просто кезінде мен мысалы нарықтың логикасымен сауда жасауды білмей жүрген кезде маған пайдалы видеолар шықпайтын, то есть пайдалы видеоларды таппайтынмын, сабақтарды таппайтынмын, түсінбейтінмін. Ликвидность деген не, фрактал деген не, қалай логикамен жұмыс жасаймыз деген сияқты. Мен ол уақыттарда техникалық анализбен, фибоначчимен, 1618 деген стратегиямен, SNR-мен сауда жасап жүретінмін. Соның арқасында мен өте көп ақша жоғалттым, өте көп проб компанияларды сливать еттім. Енді сол қателіктерді сіздер жасамауларыңыз үшін мен сияқты адамдар болса, осы сабақтар қарап жүріңіздер, каналға тіркеліп алыңыздар, пайдасы тиеді деген ойдамын. И жалпы кеңесім, трейдингте үйренем десеңіздер, бір стратегияны алып, сол бір стратегияны максимально тесттен өткізіп алу керексіздер. Сосын кейін бару уже реально ақшамен, проб компаниямен көрсеңіздер болады. Ал келесі сабақтарда кездескенше сау саламат болыңыздар.